Бір күні кешкілік біздің үйдің қоңырауын біреу басты. Мен барып есік аштым. Есік сыртында өте жұпыны киінген өңі абыржулы, жүдеу өңді кішкентай бойлы, шамамен жасы 20-лар ішіндегі қазақ қызы тұрды. Аға, деді өте бәсең дауыспен. Менің үйде ауру ағам бар, мен де ауырамын. Ағам аш жатыр, бізде тамақ жоқ, соған көмектессеңіз екен дегенде не дерімді білмей сасып қалдым. Содан кейін қазір деп ас бөлмеге жүгірдім. Әйеліме тез продукты бер, пакет толтыр дедім. Ол болса түсінбейді. Мен келіп тұрған адамды қара деп есікті нұсқадым. Ол да қызды көргеннен кейін қолына түскен ақшасы мен продуктысын тықпалады. Екеуміз қызды шығарып салдық, жайын сұрадық. Ол тұрағын айтқысы келмеді. Әзер жүріп бара жатты. Менің көзіме ол аштықтан жүре алмай бара жатқандай болып көрінді. Кейін ол қызды сұрастыра бастадым. Көбінесе қазақтардың үйіне барады екен. Көбісі оны білетін болып шықты. Бірақ ешкім оның мекен-жайын сұрамаған. Сол қыз ойымнан кетпей Байқоңырдағы Қазақстан өкілдігінде істейтін қазақ жігіттерге бардым. Мен кірген кабинеттегі жап-жас қазақ жігіттерді көргенде бір түрлі іш тартып қалдым. Менің алдымда түрлерінде ешқандай сезімі жоқ, беттері жылтыраған роботтар отырды. Жігіттер, дедім бір түрлі көңілсіз дауыспен. Осы қалада үй жағалап қайыр сұрап бір қазақтың ауру қызы жүр. Ағасы да ауру екен. Мына қалың орыс ортасында қазақтың қаракөз қызы қайыр сұрағаны бізге ұят емес пе? Мен мекен жайын біле алмадым. Сіздер Қазақстан өкілдігінде отырсыздар ғой. Ондай қазаққа көмектеріңіз бар ма, дедім. Сонда біреусі: "Иә, біздің үйімізге де келген, бұндайлар көбейіп кетті ғой", деді самарқау ғана. Менің қаным басыма шапшыды. Осы Байқоңырдағы Қазақстан өкілдігінің қызметкерлерінің міндетіне нендей мәселелер жатады деп ызаландым. Сол кезде тағы біреусі: "Жақсы аға, назарда болады, қарастырамыз", деді. Орнымнан тез тұрдым да шығып кеттім. "Иә, тауып көмектесеміз демейді, қарастырамыз дейді". Мен бір затты айтып тұрған сияқтымын. Нені қарастыратын өзі де білмейді. Тек жаттанды сөзді айта салды. Сөйтіп не қылсын, алдындағы көрген істеп отыр ғой. Онда өзіндік адамша ойлау деген түйсік жоқ. Өйткені ол робот. Менен құтылу үшін әшейін айта салды. Сонда қазақтың келешегі деп отқан жастар осылар ма деген ауыр ой арқалап шықтым. Байқоңырдағы Қазақстан өкілдігінде осындайлар отыр. Олардың ол қызды іздемейтінін ішкі түйсікпен сездім. Есіме түскенде сұрастырып қоямын. Біреу бірде мешіттің босағасында отырғанын, біреу бірде көшеде көргенін айтты. Сонымен ұмытыла бастады. Біздің үйге қайтып соқпады. Арада бірнеше ай өтіп, бірде бір таксиге отырдым. Такси орыс шіркеуі тұсынан өтті. Сырдария өзені жағасына орналасқан шіркеудің ауласы биік-биік, түрлі талдармен жайқалып тұр. Ауласының адам жүрер жерінің барлығы әсем тастармен көркемделген. Шіркеудің орындықтарының жанында жайнаған гүлдер анадайдан көрініп, еріксіз көз тартады. Ауласында сол гүлдерге су шашып бір орыс жігіті жүр. Бір сөзбен айтқанда, еңселі алтындай сары күмбезді храм тазалықты паш етіп тұр. Еріксіз төретамдағы қазақ мешітінің шөлден қурап әр жерде сойдиған талдары есіме түсіп, іштей қынжылдым. Сонымен такси шіркеу тұсына келгенде аула ішінен шыққан сақалды орыс жігіті таксиді тоқтатты да жүргізушімен биязы амандасып, қасында ере шыққан орыс әйелдің жанында тұрған сымбатты қазақ қызды көрсетті. "Мына қызды үйіне дейін апарып тастаңыз", деп өз тілінде таксиге ақшасын төлеп, қолынан демеп артта отырған менің қасыма отырғызды. Көшесінің Бейбітшілік көшесі, үйінің 13-ші екенін айтып қалды. Шағын денелі қазақтың көркем қызы сәнді киінген. Қолындағы ұстаған сөмкесі де өрнекті, өте әдемі екен. Үстінен жағымды хош иісті әтір иісі сезіледі. Мен жаймен "Қазақша білемісің?" деп сұрап едім. "Иә" деп күлімсірей жауап қатты. "Ендеше қарындасым, мына шіркеуде не қып жүрсіз?" деді. Ол біртүрлі ренжіген дауыспен: "Аға, сіз осы тұрақты маған қоймағаныңыз дұрыс. Менің жағдайымда жалған патриоттық неге керек? Сіз сұрадыңыз, ендеше мен мұнда неге жүргенімді айтайын.
Біз ағамыз екеуміз аштан өліп бара жатқанымызда қай қазақ қолын созды. Орыстың үйіне жоламаймын деп намыстанып ақ тек қазақтың үйін жағалап қайыр сұрадым. Біз ата-анадан ерте айырылған жетім едік. Сол кезде кейбір қазақ жігіттері маған квартираға кір деп мазақ қылатын. Қазақ басшылардың да мешіттің де босағасын сығаладым. Ешкім бізді адам демеді. Сөйтіп жылап жүріп бір күні көшеде сандалып келе жатып, әлім бітіп, бір талдың көлеңкесіне отыра қалдым. Бір кезде қос тіземе сүйеген басымды бір жұмсақ қол жаймен көтерді. Бұлдыраған көзімнің алдында сақалды орыс жігіті күлімсіреп маған еңкейіп қарап тұр екен. Жүріңіз жеткізіп салайын деп қолымнан демеп, қара жүк машинасына отырғызды да қайда барасыз деп сұрады. Мен мұндай қайырымды жанды кездестірмегенмін. Көзімнен жасым да, тіпті дыбысым да шықпай қалды. Ол машинасын тоқтатып түрме барлай қарады да, менің сөйлей алмай отырғанымды байқап, қайта сұрақ қоймай шіркеуге алып келді. Шіркеуге келген соң бір әйелді шақырып мені тапсырды. Ол әйел асты үстіме түсіп, жуындырып, киім беріп, тамақ берді. Менің бар жағдайыма қаныққан поп, яғни жаңағы мен әкелген жігітті айтам, бар жағдайымды жасады. Шіркеудің тазалығына қарағаным үшін тұрақты айлық төледі. Ағамды госпитальға жатқызып емдетті. Сол жігітпен бірге бізге бақ келгендей болды. Өзімді киіндіріп, дәрігерлерге көрсетіп, қала басшысымен өзі сөйлесіп, жылдар бойы жиналған коммуналдық қарызымнан құтқарды. Маған артық жұмыс істетпейді. Шіркеу қызметкерлері өте ілтипатты. Жаңағы таксиге мінгізген жігіт поптың өзі. Қасындағы орыс әйел бәріміздің үстімізден қарайды. Ағам жазылып кеткесін организацияның басшыларымен сөйлесіп жұмысқа тұрғызамын деді. Олар көпіріп көп сөйлемейді, олар айтқанын орындайды. Маған не керек енді арасында сізді өзіміз үйлендіріп, тойыңды жасаймыз деп қалжыңдайды. Несі бар, есімді жидым. Қазір оған да дайынмын. Қазақ болғанымда мені кім еледі деп қазақ қызы сөзін аяқтады. Бұл кезде таксист қазақ жігіті де машинасын баяу жүргізіп, біздің әңгімемізді тыңдап келе жатты. Сөйткенше айтылған мекен-жайға да келіп жеттік. Жүргізуші жігіт кішкене болса да жақсылық жасағысы келді ме, ақшасын қайтып беріп, подъезге дейін шығарып салды. Бұл баяғы қайыр сұрап келген, кейін таба алмай жүрген, мен көрген қазақ қыз еді. Қайтып келе жатып жүргізуші: "Я аға, біз кім боп бара жатырмыз? Қазақ үкіметі құр қызыл сөзбен көпіргені болмаса, осындай қара көздеріміз көшеде қаншамасы қалып жатыр" деп күрсініп қойды. Мен ауыр зіл басқандай үндемей басымды шайқай бердім. Біз қайда барамыз? Кім біз осы деген ой еңсемді езіп жібергендей болды. Авторы Айдос Жолдықожаев.